Білімді, ақылды, талантты жастар елге білімін сусындатқаннан гөрі шетелге баруға құмар. Оның себептері көп. Шетелдің сапалы білімі, еркіндік, сапалы өмір жастарды тартады. Сарапшылардың айтуынша, жастардың 42% шетелге кетуді жоспарлауда. Жастардың еліміздегі жоғары білім беру орталықтарына көңілі толмайды. Ал Германия, Франция, Ресей сияқты елдерде тегін жоғары білім алуға мүмкіндік жасалған. Жыл сайын елде 100 мыңнан астам түлек мектеп бітіреді. Соның 20-30% шетелдің жоғарғы оқуларына түседі екен. Егер де мүмкіндік болған жағдайда мен шетелде тұрудан бас тартпас едім. Себебі қазіргі кезде шетелдегі жағдай біздің мемлекеттегі жағдайдан қарағанда жоғары деңгейде деп ойлаймын. Ойландырарлықтай өзекті жай жастардың діни ағымдардың жетегінде жүріп, шетелге кетуі асқынып тұр. Осының кесірінен жүздеген қазақ жастарының Сирияға соғысқа аттануы да мәселенің күрделенгендігін айғақтайды. Осы кезде жастардың жұмыста болуы қазірде қиын болып отыр және жалақы мөлшері баспанаға қол жеткізу үшін жеткілікті емес. Сондықтан да қазіргі мен сияқты жастар шетелге шығып табыс табуға мәжбүр. Жастар шетелге кетуге ықтияр. Бұл әркімнің жеке шаруасы. Дегенмен, өзге елде ұлтан болғанша, өз еліңде сұлтан болуға тәрбиелеуге шамамыз жетпей жүрген тәрізді. Мұрат Қызысая, арнайы сабақ үшін.